Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін аяқтағы білеуленген тамыр, яғни варикозды қалай емдеу керектігі жайлы айтатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын қазақша контентті қолдап тұрсаңыз, каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Түрлі жағдайлардың себебімен пайда болатын варикоздан құтылу кез келген адамның арманы. Өйткені білеуленген тамыр аяғыңыздың сұлулығына сын келтірсе, екінші жағынан ауыртатыны бар. Варикозды халық емдерімен дер кезінде емдемесеңіз, ол асқынса операция жасатуға тура келеді. Аурудың асқынуының алдын алыңыз. Варикоз пайда болғанда не істеу керек? Негізі варикозды оны байқаған сәттен бастап емді бастау керек. Емделіп жүрген кезде ыңғайлы киім мен жайлы аяқ киім кию керек. Отырғанда аяқты айқастырмау қажет, ауыр көтермеген дұрыс. Варикозды емдеуге арналған жаттығуларды жасаған жөн. Немесе көбірек жаяу жүріңіз, жалаң аяқ жүру керек. Бөлме ішінде аяқтың ұшымен жүру де варикозды емдеуге көмектесе алады. Білеуленген тамырды хирургиялық жолмен алдыртуға асықпаңыз. Оны үй жағдайында емдеп жазуға болады. Варикозды емдейтін бірнеше ем шараларын назарларыңызға ұсынамын. Варикозды алма сірке суының көмегімен емдеуге де болады. Мақтаға алма сірке суын сіңіріп, онымен проблемалы аймақты 3-5 минут сүртіңіз. Емді күнде таңертең және кешке қайталаған абзал. Сонымен бірге 200 мл алма сірке суын 5 литр салқын сумен араластырып, оған аяқты жарты сағат салып отырудың да пайдасы мол. Жарты сағаттан соң аяқты судан шығарып, алма сірке суы араласқан суға дәкені алып, білеуленген тамыры бар аяқты ораңыз. Сыртынан полиэтиленді пакетпен орап, 1 сағат ұстаңыз. Жалпы алма сірке суымен жасалатын мұндай комплексті емді кемінде 1 ай жасаған дұрыс. Екінші әдісте вишневский мазь бен түйе жапырақты бірге пайдалансаңыз, тіпті ем жылдамдайды. Бұл әсіресе асқынып кеткен варикозға жақсы әсер етеді. Түнде аяққа вишневский мазьін жағып, оның сыртынан түйе жапырағын орап, шалбар киіп жатады. Таңертең таңғышты шешіп, кешке қайтадан жаңартыңыз. Бұл емдік тәсілді ұзақ уақыт бойы жасауға болады. Кәдімгі ас содасымен де варикоз кеселін жеңілдетуге болады. 7 ас қасық ас содасын 200 мл жылы сумен араластырыңыз, аяқтың білеуленген тамырының үстіне қалың етіп жағыңыз. 15 минуттан соң жылы сумен жуыңыз. Емді аптасына 1 рет 2 ай қолданыңыз. Дәріханалардан зімбір майын немесе мазін алыңыз. Оның 10 тамшысын 150 мл медициналық вазелинмен араластырыңыз. Әр күні түнде ұйықтар алдында аяқ тамырларына өзіңіз дайындаған қоспаны жағып, сіңдіріп жатыңыз. Варикозды ақжелкек және түйе жапырақпен де емдеуге болады. Түйе жапырақты жылы шәйнекке басып жылытады да аяқтың ауыратын жеріне таңады. Теріні тітіркендірмеу үшін жапырақтың астына стерилленген дәке қою керек. Түнімен таңылып тұрады. Бұл емдік шараны күнара кемінде 5 рет қолданған дұрыс. Түйе жапырақтың орнына ақжелкекті қолдансаңыз да емі зор. Варикозды емдейтін ең оңай емдік әдіс картоп сөлімен немесе картоп езбесімен компресс жасау арқылы. Кез келген үйде картоп оңай табылады. Оны езіп, аяқ тамырларына жағып таңып қойыңыз. Бұл емді күні бойы таңып жүруге де болады. Каланхоэ бөлме гүлі көп үйден табылады. Каланхоэ гүлінің бірнеше жапырағын жуып, ұсақтап тураңыз. Жарты литрлік банканың орта белінен келетіндей етіп салыңыз. Үстінен арақ құйып банканы толтырыңыз. Күнде 1 рет банканы шайқап тұруды ұмытпаңыз. 1 апта тұндырып сүзіп алады. Дайын болған тұнбаны 1 ай бойы аяқ тамырларына жағу керек. Көпшілікте варикоздан емделу барысында диета ұстау керек пе деген сауал туындауы мүмкін. 250 грамм сарымсақты немесе пиязды үккіштен өткізіп, үстіне 350 грамм сұйық бал құйып, 1 апта тұндырады. Дайын болған тұнбаны күніне 3 рет 1 ас қасықтан тамақтың алдында жейді. Емдік курсы 2 ай. Осы ем барысында қызанақты жұқалап кесіп, тамыр үстіне қойып орайды. 3 сағаттан соң аяқтың тамырларын лимон тілігімен сүрту керек. Лимон шырыны тамырларды сергітеді. Міне осы әдістердің өзіңізге ұнағанын, қолайлысын қолданып, варикоздан емделіңіз. Егер де осындай қазақша пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз келмесе, каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңыраушаны баса кетіңіз.